үшін санатжансыз надады. Жоқ. Санатжанның өзін ай десе аузы, күн десе көзі бар. Әп-әдемі Мири деген қыз бар. Мириді өте қатты жақсы көреді. Сол себепті оны не істемеңіздер. Ол туралы қоспаңыздар. Сезім бағамайды. Жоқ, қосылайық, неге игнор дейді. Еркеназ не жаздыңыз? Мен көрмедім. Не жазғаныңызды? Красотка, рахмет. Әділжан плюс Шырай дейді. Жоқ, Әділжанмен ешқандай қатысым жоқ. Шерханмен ары қатынастасыз ба? Жоқ, ешқандай ары қатынасым жоқ. Только қатысушы не ретінде ғана, таныс ретінде ғана. Сәлеметсіз бе? 98 жылғымын, үйленбеген, машина үйім бар, үміткер болсам бола ма дейді. 98 жыл болсаңыз болады, 33 жасқа дейін дедім, достар. Үміткер болуға болады. Мен инстаграмға кіріп, ссылкаға кіріп, сол жақтан несеңіздерші, заявка тастасаңыздар болады. Так, қай жерге жұмыс жасайсыз ба дейді. Иә, жұмыс жасаймын, саудамен алсам. Шерхан ет мінезі үшін бота жазып кетті дейді. Оны білмеймін, оны өздеріңіз көріңіздер. Қызсың ғой, ахаха мыйсыз дейді. Мен ба? Мен айтып отырсыз мөлдір? Әділжан плюс Шырай дейді. Неге олай айтасыздар? Неге Әділжан? Вообще екеуміз екі жақта жүрген адамдармыз ғой. Неге олмен қосып жүрсіздер? Так. Шерханға жоламаш дейді. Жарайды. Назмен Ғалымжанға ойыңыз дейді. Өте жақсы адамдар. Екеуі мен де жақсы сыйластықтамын. Өте әдемі жобадан шығып кетті өкінішке орай. Бірақ енді жоба сыртында бақытты болып кетеді деген үміттемін. Бұйырса үйленіп тойларына барайық. Той тағы игнор дейді. Мен көрмей жатырмын ғой, енді көп жазыңыздар, жато мен көрмей жатырмын. Тахир жүргізуші бола ма дейді. Бұл жағын білмейді екен. Әділжан жауапкершілігі бар, мықты жігіт, әдемі жарасасыңдар дейді. Иә, өте жақсы жігіт Әділжан. Ол не дата? Оның үміткері бар, әп-әдемі қыз келді. Еще ұқсайды ғой екен бір-бірлеріне, байқамадыңыздар ма? Сондай. Назмен Ғалымжан неге шығып кетті, не себепті? Ол жағын мен білмедім, если честно. Ешкіммен қоспаңызды шығай алмайды. Иә, дұрыс айтасыздар, мен өзім үміткерімді күтемін. Тахир жүргізуші болма. Ол жағын білмеймін. Уберите фильтр дейді. У меня только сглаживание стоит. Так, Шерханмен по-любому қосылады дейді. Жоқ. Мира, қойшы. Мен бұл құттықтап едім ғой негізі. Елсі басқа мирасы ба. Жоба өтірік па Шырайын. Кім айтты өтірік деп Шырай? Ойбай Шырай деп ғой. Шынайы. Шерханмен не ары қатынас неге тоқтайды? Ол жағын білмеймін, не үшін тоқтады. Иә, айырылысып кеткенбіз. Диана, привет, қалайсыздар? Әділжан үміткер бар ғой, қызды ұнатты. Иә, дұрыс айтасыздар. Уже дейсіз ба? Иә, үйдем. Барлығы жақсы болады. Иә, иншалла, рахмет үлкен. Сіздің дауысыңыз әдемі, рахмет үлкен. Шерхан нашар жігіт. Олай айтпаңыздар, достар, өте жақсы бала. Шерхан сіздер лично танымайсыздар ғой. Просто ол мінезіміз келмеді, а так жақсы бала. Жобадан сағат 6:30-7-лерде шығамыз. Меруерт ханым, саламатсыз ба? Шырай Шерханға неге не үшін ие дедім, тіпті тең емес. Біз екеуміз жұп болған жоқпыз, ол только таныстықта болдық қой. Шерхан жоқ, біз ол Шерхан мен ештеңе деп жатқан жоқпын ғой. Біз Шерхан екеуміз уже таныстықты тоқтаттық қой. Вы были замужем? Нет. Вот, я шла им әдемі қыз. Рахмет үлкен. Вы были замужем? Нет, я никогда в жизни не была замужем. Так что я свободная, бойдақ. Басымыз ба енді дейді. Я. Үміткеріңіз бар ма? Жоқ, үміткерім. Сол үміткер күтіп отырмын, достар. Саған әлі күшті жігіт келеді дейді. Күтіп отырмын, рахмет үлкен. Алтынай, рахмет үлкен. Қай шықтыңыз? Ешқайда шыққан жоқпын. Бағын ашылсын дейді. Амин, рахмет. Привет из семьи. У тебя натуральная красота. Спасибо большое. Адам дегенсіз ба дейді. Ау?
түсінбедім, Нұрбес болғанда барар едім дейді. Өкінішке орай деші, өкінішке орай болып тұр ғой. Шерхан мен тоқтыққан дұрыс болды дейді. Бәрі өмір ғой достар. Қарақалпақсынан сәлем, Қарақалпақсанға сәлем. Біреу шаш алдырып жатыр маған дейді. Жаным сол дейді. Жандарым. Я наращивание вот недавно жасатқам. Кішкене натурально алып жасаттым. Ақылдысын дейді. Рахмет үлкен, тәрбиелісін дейді. Рахмет үлкен, Әлия ханым. Байқап жатқандарыңызға. Игнор дейді. Әлия ау жаза қойыншы тағы да, мен көрмей қалатырым просто. Холодильник бәді жоқ не ғой, стиралка ғой, не істеп атқан. Не дата? Дос шығып атқан. 95 емес 2 сияқты. Рахмет үлкен. Шерханмен бәрі бітті. Чистое сердце дейді. Рахмет үлкен, позитивный қыз дейді. Рахмет достар. Үлкен рахмет осындай ойларыңыз үшін маған. Но бірақ кейбір адамдардың мнениясы өзгеріп жатыр екен за то, что мен пікірлерімді айтып жатқаныма. Достар, мен идеальный адам емес, мен прям всегда дұрыс ойлаймын деп айта алмаймын ше. Просто андай адамның пікірін уважать етіп сыйлап қарасаңыздаршы, мен любой адам позициясын, любой адамның пікірін қолдаймын ше. Кез келген сыйлаймын пікірін, бірақ мен өзімнің де еще нем бар ғой, өзімнің тоже мнением бар, өзімнің позициям бар. Мен позициямды сіздердің ойларыңызбен бірдей болмаса, менің бағана мнением, тогда мен жаман адамын деген сөз емес қой. Сол себепті басқалар да сондай, сіздердің ойларыңызбен бірдей шықпаса, олар да жаман адам деген сөз емес қой. Сол үшін кішкене жақсы жақты да ойласаңыздар, неге андай жаман жақты ғана ойлайсыздар? Маған жазып отыр да, сен деген последний время сүйкімсіз болып кеттің деп. Мен не істедім сіздерге? Өзім жүрген адамым ғой. Негізі екеуіңіз жақсы жарасасыздар еді. Кіммен жарастырып жатсыздар? Жауап беріңізші. Ай деген кісіні мен көрмей қалдым ау. Қырғызстанға алып кетейін ба дейді. Алып кетсеңіздерші. Қосылаяқтан шықштағадан танысасын дейді. Негізі танысаяқ деп отқандар көп, бірақ жоқ. Саман қанша дейді? 48-49 болып қалады. Шынайы, конечно. Қырғызша түсінесіз ба дейді. Кішкене бізде Гүлбайра отыр ғой, қырғыз қыз. Кішкене түсінемін. Шерхан сезім саған келген соң ашылады деп бір Әділжанмен күшті жасасыңдар дейді. Әділжанмен сұрасыздар дейді. Әділжан, Шерхан басқа әңгіме жоқ па? Игнор неғып дейді. Достар, мен көрмей атырмын ғой, енді астына үстіне мен барынша жауап беріп, андай бүйтіп жаза беріңіздер, көп сөзе көремін. Красивая такая, любимая участница. Спасибо большое, Дулат қызы, рахмет үлкен. Қырғызстанға келін қылайын ба дейді. Қылсаңыздаршы, келсеңіздерші үміткер болып. Мен негізі ұлт таңдамаймын деп айтқам, сразу самый главный мұсылман болса болды деп. Но қазақ болған желательно, конечно, но бірақ сонда да ұлт таңдамаймын. Бірақ міндетті түрде мұсылман болу керек. Ол круто дейді. Мен қырғызмын, но қазақша өте соның сөйлеймін дейді. Все. Негізі қатты ұқсайды тілдеріміз по идее Қырғызстанмен. Шырай жақсы қыз негізі. Рахмет үлкен. Такая красивая шырайка дейді. Рахмет үлкен. Маусым крашылайықтар дейді. Рахмет. Киімдерінен күшті шығып тұрады. Қырғызға барма, не классно дейді. Моя тоже любимая счастье дейді. Диана, спасибо большое. Ұлтқа бөлмейміз, достар. Бәріміз бір Алланың құлымыз, барлығымыз ешкімнен кем емес, ешкімнен артық емес. Бұл өмірде барлық адамдар теңдей. Қырғыз, қазақ, өзбек, басқа ұлттар болсын, барлығымыз бірдейміз. Только мұсылман болсақ болды. Олай етіп нестемеңіздер. Үйленіп жатқансыз ба дейді. Жоқ, ешқашан үйленбегем. Ұнайсыз дейді. Рахмет. Қазақ жігітіне лайықтысын дейді. Микрофоныңыз күшті ғой эфирдағы дейді. Достар, мен бүйтіп бұл просто маған үшін көп негатив келіп жатыр маған. Просто прикол ғой. Неге әзіл ретінде өмірді жеңіл қабылдамайды көп адамдар. Но бүйтіп жүрген прикол ғой.
осы күнге дейін тұрмысқа неге шықпадыңыз, не кедергі болды? Ол енді бұйырмағандық деген сөз әлі. Қалай айтсам болады? Құдайдың жазған солай. Мен маңдайыма жазып қойған нәрседен аттап кете алмаймын. Я хотела открыть аккаунт для вас, дейді фан, дейді. Нура, я буду только рада. Спасибо большое. Я өзім тұрамын, өте сол. Рахмет үлкен. Шерхан екеуміз арасатын едіңіздер ғой, дейді. Өмір ғой енді, қара қалпақсаңа сәлем. Бақытты бол қызым Бегімай. Рахмет үлкен Бегімай ханым. Сіз де бақытты болыңыз. Ауырмаңыздар, сырқамаңыздар. Тахир жүргізуші болма дейді. Білмеймін оны, ол жағын білмейді екем точно. О, ұнайсыз моя красавица дейді. Рахмет үлкен. Сіздер де маған ұнайсыздар. Шерхан тастап кетті ма дейді. Иә, тастап кетті. Алижан, рахмет үлкен. Шырайка, привет. Привет, Аяшка. Қалайсыздар? Ақкөңіл ашқысын. Рахмет. Шерханмен сөйлес дейді. Қалдыкүлхан. Не деп сөйлесем? Шерханға сезім бар ма дейді. Жоқ, ешқандай сезім жоқ. Только қатысушы дос ретінде араласамыз қазір. Өте керемет жігіт дейді. Я, кім? Шерхан ба? Өте жақсы жігіт. Айсана, рахмет үлкен. Оқ, Шырайбаға шығасың ба дейді. Шығам, я. Привет, неше ұйықтайсыз дейді. Әр түрлі уақытта. Алижан, рахмет үлкен. Әр түрлі уақытта ұйықтаймын, определенный уақытта емес. Иногда ерте тұрып жатуға тырысам, бірақ последний бір апта болды, кеш жатып жүрмін. Қосылайық соңғы эфир. Осының 20-сы болады, келесі айдың 20-сы болады. Как вы дейді? Хорошо, вы как? Тараздың тумасымын. Студия, ертең барам ғой. Қаншада дейсіз ба? 10:30-да. Сізге қосылайық жүргізуші Тахир болды ма дейді. Жоқ. Келесі сезон болуы мүмкін, бірақ та әлі точно білмеймін. Сізге қашан үміткер келеді екен, мен тура күнде күтіп жүрмін ғой дейді. Жаным, онжыр соны өзім де күтіп жүрмін бар емес. Бүкіл бәріміз күтіп десең, я. Ержан қосылайық болма. Я болады ертең пятница. Сәлем беріп. Мырса қалайсыздар. Привет. Не КВ деген не ол? Не квартира ма? Кәдімгі квартира. Қосылайық сізге бола көрем дейді. Рахмет үлкен. О, сәлем, қалайсыз Айдана? Рахмет үлкен. Шерхан, нешіз кіші десің үлкен. Жоқ, мен 3 жасқа кіші, 99, мен 96. Қосылайық қашан бітеді. Келесі айын 20 бітеді. Алия, ау, не жазыватсыз? Мен сіздің жазғаныңызды көріп отқан жоқпын. Айдана, рахмет үлкен жаны.